Бүгін YouTube асханамда ауызда ерейтін шайға арналған ерекше тәтті печенье жасауды көрсетемін. Ыдысқа 150 грамм қант, 1 дана жұмыртқа, 1 шымшым тұз, 1 шай қасық қопсытқыш, 1 шымшым ванилин, 100 грамм ерітілген сары май, 250-300 грамм ұн салып, печеньенің қамырын илеп аламыз. Ал енді қамырды теңге 2-ге бөліп, бір бөлігіне 50 грамм какао қосып илейміз. Дайын қамырды видеода көрсетілгендей етіп бөліп, бірдей көлемде домалақтап аламыз. Әрбір шарды аздап оқтаумен басып, ортасынан бөлеміз.
Дайын печеньелерді пештің табасына тізіп, 180 градусқа дейін алдын ала қыздырылған пеште 15 минуттай пісіреміз. Шайға арналған печенье дайын. Әдеттегідей ортасын бөліп көрсетейін. Салқындағаннан кейін сырты қытырлақ, іші жұп-жұмсақ, дәмі тіл үйіретін печенье болады. Ас болсын. Мен ұсынған рецепт ұнаған болса, лайк басып, каналға жазылып, төмендегі қоңыраушаны басып қойыңыздар.